Бүгін буға піскен жұмсақ пайдалы үй котлеттерін гречкамен дайындаймыз. Ол үшін термомикске котлеты деп тереміз. Ең әуелі ыдысқа сүт өлшеп, жұмыртқа қосып, араластырып, оған нан саламыз. Нан бұқтырылғанша тұра берсін, ал біз термомиксте котлет дайындаймыз. Чашаға жуа саламыз. 3 секунд 7-ші жылдамдықта майдалаймыз. Лопатамен төмен түсіріп, ет қосамыз. Менде дайын фарш болды. Қақпағын жауып, 10 секунд 8-ші скоростьта майдалаймыз. Бұған бағанағы нанды қосып, тұз бен бұрыш салып, тесто режимінде илейміз. Ал енді котлеттерді формировать етеміз. Менде үлкен 4 штук шықты. Гарнирге гречка, тұз қосып, суды гречканы жапқанша құямыз. Шамамен 1 литр, қақпағын жауып, құрғақ майсыз сковородаға бір қызартып алсаңыз болады. Үстіне варома қойып, 25 минут варома 1-ші жылдамдықта пісіреміз. Бір уақытта, бір ыдыста котлет те гречка де дайын болды. Ас болсын. Ал сіздерде қанша уақыт кетеді? Комментарийде жазып кетіңіз.